Бірнеше ұрпақтың көз жасын келтірген ән Қара кемпірдің мемориалдық үйі ашылғалы жатыр. Бүйрекбай келіні Қали апамыз 1897 жылы Қырғызстанда Талас өңірінде өмірге келді. Қазақ жігіті Әлімбайға тұрмысқа шығып, Жексенқұл Қосшығұл атты екі ұлды өмірге әкелген. 1941 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда екі ұлымен бірге күйеуін де соғысқа аттандырады. Олар соғыстан оралмайды. Апамыз өмірін соңына дейін үміт үзбей күтеді. 1970 жылы өмірден озады. 1985 жылы Қазақстанның, Қырғызстанның халық әртісі Алтынбек Қоразбаев Қара кемпір әнін шығарады. Осы әнді тыңдап көзіне жас алмаған адам болмаған шығар. Солай танылып еді Қали апамыз. 1970 жылдан бері Қара кемпір үйі қаңырап бос тұрды. Құлауға шақ қылды. Міне, енді 2025 жылдың мамыр айының 22 жұлдызында Қызылсай ауылының тумасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, белгілі суретші, зергер Берік Әлібай аруақтарға құран бағыштап, Қара кемпір үйін қалпына келтіруді бастады. 3-4 айдың көлемінде құрылысы толық аяқталып, 300-ге тарта экспонаттар жиналып, Жамбыл облысы Меркі ауданы Қызылсай ауылында Қара кемпір мемориалдық үйі өмірге келді. Күн қайда терлеп шер қызыл шайдау, теремес көздің жасы жүзім шайды. Жексенқұл Қосшығұлым кеп қалды ма, аралып қайтайыншы Қызылсайды.